Кейбір адамдардың тырнағында кішкене ақ дақтар кездесіп жатады. Әдетте оны әжелер жақсылық болады, жаңа киім киесің деп жорып жатады. Ал медицина бұл жөнінде басқаша пікір айтады. Тырнақтың түсі, сынғыштығы, өсу жылдамдығы адамның ағзасында қандай өзгерістер болып жатқанынан хабар береді екен. Тырнаққа қарап диагноз қою ежелден белгілі нәрсе. Дегенмен бұл әдісті көп мамандар қолдана бермейді. Сау адамның тырнағы ашық қызғылт немесе түссіз, беті біртегіс әрі жылтыр болып келеді. Ол сапасыз маникюрда химиялық қосынды араластырылған ыстық суға көп батырғанда өзгеруі мүмкін. Ал басқалай жағдайда тырнақтағы ақ дақ витамин жетіспеушілігі мен әлсіздікті білдіреді. Егер ағзада цинк, кальций мен темір, ақуыз, А және Е витаминдері жетіспеушілігі байқалса, тырнақ сынғыш, жұмсақ болып келеді деп жазады. Дақтар сызық түрінде болса, бауыр қызметі бұзылған деген сөз. Қатар орналасқан екі сызық бүйректегі ақаудың хабаршысы. Кейде тырнақтың өспей бір қалыпта тұрып қалатын кезі бар. Бұл ауыр науқастан кейін кездесетін жағдай. Ол эпилепсиямен ауыратындарда жиі кездеседі. Сондай-ақ ашуланшақ, жүйкесі сыр берген адамдарда да осы құбылыс кездеседі. Ал егер тырнақта қан үйіп қалған сияқты қара қоңыр дақ пайда болса, онда кардиолог дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Мамандардың пайымдауынша, өздігінен пайда болып біртіндеп үлкейген дақ қатерлі ісік ауруларынан хабар береді екен. Көптеген майда май тұрып қалған сияқты сарғыш қызыл дақ псориаздың белгісі болуы ықтимал. Ал майда ақ дақтар көбейсе және үлкейсе, тері ауруларына шалдыққан болуыңыз ғажап емес. Міне, тырнақтағы дақтар жоғарыдай жайлардан хабар береді екен. Ендеше тырнағыңызға қарап көріңіз, дақ жоқ па? Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.